Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай қатпарлы, керемет болып шығатын қаттаманың рецептімен бөлісетін боламын. Осындай керемет болып шығу үшін бізге ұнтақ жармасы қажет болады. Оның үстіне ұнтақ жармасын саламыз, тұз саламыз, одан соң 1 шай қасық бал салсаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Одан соң жылы суымызды құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мен қажетті заттардың барлығын грамын, мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Атауы тұрған жерді бассаңыздар, описание бөлімі шығады. Неге қамырымыз осындай жұмсақ, әдемі болып шықты. Енді бетін жауып, жарты сағатқа қоямыз. 30 минут өткеннен соң қамырымызды алып, бөліктерге бөлетін боламыз. Әр бөлігіміз шамамен 130 грамдай болады. Мен осындай 6 бөлікке бөліп алдым. Қазақ тілді каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Енді сары майымыздың үстіне 1 ас қасық сұйық май құйып, ертіп аламыз. Енді тарелкамызға сары майымызды құйып, осылай майлап аламыз. Одан соң үстіне қамырларымызды қойып шығамыз. Қамырымыздың барлығын осылай жайғастырып болған соң, үстіне тағы да сары май құятын боламыз. Одан соң бетін жауып, 15 минутқа тындырып қойыңыздар. Енді ертілген сары майымыздың үстіне 1 шай қасық ұнтақ жармасын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Бізге оқтаудың қажеті жоқ. Осылай қолымызды майлап алып жаямыз. Мінекей осылай жұп-жұқа болып жайылды. Енді бетіне сары майымызды жағып шығамыз. Осылай жіңішке етіп кесіп шығамыз. Кесіп болған соң, біздің қамырымызды тура видеодағыдай етіп жинайтын боламыз. Осылай әдемілеп орап аламыз. Дәл осылай барлығын осылай жасап алыңыздар. Бөліктерімізді осылай қолымызбен тағы да жайып шығамыз. Мен бұл жерде оқтау пайдаланбадым, себебі қатпары кетіп қалатын болғандықтан қолыммен осылай жайып шықтым. Енді табаға пісіретін боламын. Ішіне кішкене сұйық май құйып, нанымызды осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Отымызды баяу қоямыз, екі жағын осылай қызартып пісіріп аламыз. Мінекей қаттамамыз дайын болды. Өте оңай әрі тез жасалады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео ұнаса,
лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.